Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 11-ші сынып қазақ әдебиеті пәні бойынша сіздер Абай жолы романын оқыдыңыздар ма? Аталған пікірге назар аударайық. Мұхтар Әуезовтің Абайы бұл нағыз роман. Басқаша айтқанда, өмірдің тұтас қыртыстарын қопарған, тұрмыстың, адамдар арасындағы құштарлықтың, махаббат пен өшпенділіктің айқын бояулы картиналарын жасаған және ең бастысы, есте қаларлық жарқын образдар арқылы халық тарихының өмірлік процестерін жинақтаған құлашы кең кітап деді. Ал енді оқушылар топтастыру әдісі арқылы өздеріңізге ұнаған сурет қиындыларын таңдаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы, ғасырлық туынды. Оқу мақсаты әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну. Роман эпопеяға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну. Бағалау критерийі. Роман эпопеяға сюжеттік композициялық талдау жасайды, роман эпопеяның жанрлық ерекшелігін түсінеді. Сұрақ. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасы жанрлық ерекшелігіне қарай неге роман эпопея деп аталады? Роман эпопея дегеніміз не? Осы уақытқа дейін сіздердің теориялық бөлімдеріңізді еске түсірейік. Міне, бірінші тапсырма осыған негізделген. Роман және роман эпопеяға тән үш ерекшеліктерді қысқаша атап жазыңыздар және де топта талқылау. Регламент 2 минут. Міне, қысқаша сіздерге көмек. Жанр түрлеріне қатысты қосымша түсінікті оқы, жұпта өзара талқыла. Романға тән ерекшеліктер. Ол адамның жан дүниесін, болмысын, тұтастай өмір белестерін кең ауқымда суреттейтін проза жанрының бір түрі. Сюжеттік құрылымы шытырман оқиғаларға толы әрі көлемді болып келеді. Жеке адам тағдыры романға арқау болады. Ал роман эпопея дегеніміз. Эпопея бұл эпостық шығарманың бір түрі. Белгілі бір немесе бірнеше тарихи дәуірдің типтік оқиғаларын кең көлемде суреттейтін, бірнеше ұрпақ өкілдерінің іс-әрекеттерін ортақ идеямен бір тақырыптың арнасында көркемдік тұтастықта баяндайтын поэзиялық не прозалық кесек туынды. Кесек дегеніміз ауқымды деген мағынаны білдіреді. Осының нәтижесінде белгілі бір тарихи кезеңде немесе бір тарихи оқиғаны терең толғап, жан-жақты суреттейтін роман не роман циклдері туды. Эпопеяға тән ортақ қасиет тарихи тақырыптың кең әлеуметтік идея арнасында баяндалуы, оқиғаның реалистікпен суреттелуі, кейіпкер сипатының байсалды түрде даралануы, тіл нәрлілігі. Эпопея дәуірлік туынды ретінде бір дәуірдегі тарихи оқиғаларды екшеп алып сипаттайды. Кең құлашты халықтық эпопея бастан аяқ тартысқа, қарама-қарсы күштердің қым-қиғаш күресіне құрылып, осының бәрі диалектикалық қимыл қозғалыс, өсу-өрбу, өрістеу үстінде көрсетіледі. Белгілі бір сюжеттік құрылымына байланысты, белгілі бір немесе бірнеше тарихи дәуірдің типтік оқиғаларының кең көлемде суреттелуі, бірнеше ұрпақ өкілдерінің іс-әрекеттерін ортақ идеямен бір тақырыптың арнасында көркемдік тұтастықта баяндайтын прозалық туынды. Және де жеке адам тағдырын арқау болса романға,
Ал роман-эпопеяға ол жарты ғасырлық немесе бір ғасырлық қоғамдық өзекті мәселелерді қозғап, халықтың тұрмысы мен тіршілігінен сыр шертеді. Сондай-ақ кейіпкер сипаты байсалды түрде дараланады. Берілген мәтіндер негізінде өздеріңізде жеке талдау жасаңыздар. Келесі бізде тапсырма. Берілген эпизодтарды түсініп оқыңыздар. Әр жұпқа мен жеке-жеке эпизодтар беріп отырамын. Сол бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші оқимыз, сосын эпизодтардағы оқиғалардың өз ішіндегі сюжеттік дамуын талдай отырып, осы эпизодтың роман-эпопеяның сюжеттік құрылымында алатын орнын анықтаймыз. Және де оқылған эпизодтардың мазмұнындағы тарихи дәуірді сипаттайтын типтік оқиғалар мен сол оқиғалардың реалистік суреттілігін танытатын детальдарды анықтап, кейіпкерлердің даралану ерекшелігін кесте сызбасы арқылы талдаңыздар. Яғни берілген эпизод бойынша 3 түрлі тапсырма орындаймыз. Дескриптор. Эпизодтарды түсініп оқиды. Эпизодтардағы оқиғалардың өз ішіндегі сюжеттік дамуын талдайды. Яғни сюжеттік даму бізде оқиғаның басталуы, байланысы, дамуы, шарықтау шегі, шиеленісі, шешімі деп талданады. Біз тек қана оқылған эпизодқа ғана назар аударамыз. Және эпизодтың роман-эпопеяның сюжеттік құрылымында алатын орнын анықтайсыздар. Және типтік оқиғалар, реалистік суреттелулер, кейіпкерлердің даралануын кесте арқылы талдайсыздар. Ал бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс. Қай тапсырма түрін талапқа сай орындай алдыңыз? Қайсысы қиындық туғызды? Оқушылар, мұны аталған тапсырмадағы эпизодтарды мен жеке жіберемін. Және де бағалау, оқушылар бағалау парағы арқылы өзін-өзін және өзара 10 балдық жүйемен бағалаймыз. Эпопея сөзіне 5 жолды өлең шығарайық. Бірінші жолда бір сөзбен, екінші жолда 2 сөзбен сын есім арқылы сипаттау, үшінші жолда етістік 3 сөз жазу, төртінші жолда 4 сөзден тұратын бір сөйлем, бесінші жолда тақырыптың мәнін ашатын бір эпопея сөзіне синоним сөз. Сабақта алған 3 маңызды ақпаратты атап өтсеңіздер. Қиындық келтірген 2 мәселе және де сабақта ұнаған бір аспектке тоқталып өтейік. Үйге тапсырма. Роман-эпопеяның жолда, шытырманда, бел-белесте бөлімдерін